Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен Landsat 8 ғарыштық түсірісін импорттау, оларды өңдеу және де кесу операцияларын орындайтын боламыз. Ең алдымен Landsat 8-дің негізгі USGS Landsat 8 Level 2 Collection 2 Tier 1 атты datasetsіне, яғни деректеріне көңіл бөліп, осы жақта ақпараттарды біз өзіміздің Google Earth Engine платформасында код эдиторда импорттауымыз қажет. Ол үшін ең алдымен Landsat 8L 08SO2 T1 TL2 деген атты аббревиатурасын, яғни осы кодировкасын жүктеп алып, біз осы жақта ғарыштық түсірістерді жүктеуіміз қажет. Ең алдымен бар Landsat images деген айнымалы береміз. Осы жақта image collection. Осы жаққа бағанағы жүктеп алынған, яғни копировать етіп алынған деректерді қоямыз. Енді осы көріп отырған деректеріңіздер біз әртүрлі фильтрларды қолданамыз. Яғни фильтрларды көріп отырғандарыңыздай, егер қазір ран батырмасын басатын болсақ, бізде фильтр ретінде Алматы облысының негізгі аймағы көрініс табады. Осы Алматы облысының аймағы арқылы фильтр баунс атты негізгі деректерді қолданамыз. Ол үшін келесі бағанаға барып, фильтр баунс. Осы жаққа біз жазамыз Алматы region. Яғни бізге тек осы Алматы облысының аумағындағы ғарыштық түсірістерді ғана импортта деген команда береміз Google Earth Engine'ға. Келесі filter date деген функцияны қолданамыз. Filter date функциясы мысалы 2025 жылдың 8-ші 1-ші тамызынан бастап 2025 жылдың 31-ші тамызына дейінгі аралықтағы ғарыштық түсірістерді алып көрейік. Енді келесі бізде фильтр, яғни cloud cover бойынша, яғни бұлттылық бойынша фильтрация жасайтын болсақ, фильтр equation емес, бұл жақта бізге less than деген бар, LT қолданысын көреміз. Яғни осы жақта cloud cover атты атрибутивті деректерін көру үшін біз бағанағы Landsat 8-дің Google Earth Engine'да каталогына қайттан оралып, осы жақта image properties деген деректер бар. Яғни осы жақта бағанаға көңіл аударатын болса, cloud cover деген бізде бағана бар. Осыны біз жүктеп алып, копировать етіп алып, осы жаққа қоямыз cloud coverға. Және де оның мысалы өлшемін 10-ға дейін азайтсақ болады, сәйкесінше. Мына жақтағы деректерді алып тастаймыз. Енді осы деректердегі көріп отырғандарыңыздай ең алғашқы ғарыштық түсірістерді шақыру үшін, мысалы var first image, яғни оны қалай аламыз? Landsat images бағанағы бізде Алматы облысының аумағы бойынша белгілі бір мерзім бойынша және де бұлттылық бойынша фильтрацияланған Landsat 8-ші ғарыштық түсірісіндегі тек ең алғашқы деректерді алу үшін first функциясын қолданамыз. Және осыны біз сәйкесінше карта бетіне шақырып көрейік, қандай көрініс табады екен. First image. Және де 8 ғарыштық түсірісі деп жазамыз. Осыны сақтаймыз, Ctrl-C-ді басып. Және де run немесе Ctrl-Enter, Ctrl және плюс Enter батырмасын басатын болсақ, бізде run функциясы, run командасы орындалады. Бірақ көріп отырғандарыңыздай, мына жақта бізде symbology, яғни түстік ерекшеліктер берілмеген. Сол себептен біз оны өзіміз тағайындауымыз қажет, яғни Landsat 8-дегі түстік ерекшеліктер. Яғни жаңа айнымалы ашамыз. Landsat viz деп жазамыз. Landsat viz фигурный скобки. Осының ішінде біз мысалы bands
бірнеше бәндтің атын жазамыз қазір. RGB комбинациясындағы минимум 0, максимум 30 мың. Ошақтағы каналдардың аттарын анықтау үшін сәйкесінше біз run, яғни print батырмасын, print функциясының көмегіне жүгінеміз. Print image. Ctrl-P-ді басам, Ctrl-Enter-ді басатын болсақ, бізде run функциясы көрініс табады. Мына жақта L-дің орнына біз үтір нүктені қоямыз да, Ctrl-Enter-ді басамыз. Мына жақта first image is not defined деп тұр. Яғни бұл жақта біз дұрыс келтірмедік. First image, print first image. Сәйкесінше бізде first image'дің ең алғашқы қара түсірісі орын тапты. Енді осы жақта біз RGB комбинациясында 4-3-2 каналдарды алуымыз қажет. Яғни ол жақта bands ашатын болсақ, яғни 4-3-2 деген бағаналарды аламыз. Яғни SRB4 дейміз. Мысалы, ол үшін bands атты деректерге барып, мысалы, өзімізге қажетті деректерді осы жақта енгіземіз. B4 2 дейміз. Қайттан Ctrl-V-ді басып көретін болсақ, бізге деректер қандай көрініс табады екен, соны байқап көрейік. Өкінішке орай біздің деректер дұрыс орындалмады. Яғни ол жақта қай жерде қате болуы мүмкін. Яғни біз ансат дисті тағайындадық, оның айнымалысын анықтадық, бірақ сәйкесінше орынға қоюды ұмытып кеттік. Сол үшін бағана фигурный скобканың ішіне біз ансат вис деген атты айнымалыны қоямыз. Қайтадан ранды басамыз. Яғни біздің деректер табиғи түстер комбинациясына енді көріп отырғандарыңыздай. Енді осы деректердегі көріп отырғандарыңыздай бұлттылықты немесе басқа да шумдар деп айтылады, яғни әртүрлі келеңсіздіктерден арылу үшін, және де ол жақта тек бір ғана ғарыштық түсіріс емес, бірнешесін жүзеге асыру үшін, мысалы, ең алдымен біз Landsat Images'тің өзін анықтап көрейік. Мына жақта image-ді біз комментарий қалайық, оны оқымау үшін. First image-ді анықтап, және де осы жақтағы деректерді, add layer-ді ең соңғы бағанаға қоятын болсақ, үйді басамыз. First image-ді қайтадан алып тастаймыз. Бізге қажет емес қазіргі таңда. Қайтадан басамыз. Көріп отырғандарыңыздай, біздің Алматы облысының барлық аймақтарын қамтитын, және де filter date, cloud cover бойынша фильтрацияға сәйкес келетін барлық ғарыштық түсірістер сәтті жүктелді деп айта аламыз. Енді келесі қадам бізде осы деректердегі ғарыштық түсірістердегі артық элементтерді алып тастауымыз қажет. Ол үшін не істейміз? Ол үшін map center object кейін жаңа функция жазамыз. Function mask L8. Яғни Landsat 8-дегі маска деп айтамыз. Яғни кіріс входные элемент, яғни кіріс деректер ретінде біз осы жаққа біз бар QA, IMG, select, IMG, select, QA pixel, QA pixel, бар cloud shadow, shadow'ды басамыз, және осы жақта 1 мен 4-дің арасындағы аралықтарды аламыз. Келесі бар clouds, бар clouds 1 және 3. Келесі бар mask
QA bit wise and деген функцияны қолданамыз. Cloud shadow, cloud shadow equation 0 and QA бағанағыдай мысалы скриптті, яғни код жүйесін, я кодты бір нүктеден екінші нүктеге ауыстыру үшін тап батырмасын and QA bitwise and кіріс деректер ретінде clouds'ты қолданамыз. Бағана cloud shadow'ды қолданған болатынбыз біріншісінде, екіншісінде clouds'ты қолданамыз. Clouds'тан кейін бізде equation 0 дейміз. Тура сол принцип бойынша equation 0 деп жазамыз. Енді осы жаққа біз өтір нүкте қоямыз да келесі бағанаға барып функцияда return, яғни қайтару бойынша жұмыс атқарамыз. Update mask дегенді енгіземіз. Яғни ол ең соңғы элемент ретінде көрініс табады. Енді осы функцияны біз сәйкесінше filter cloud cover'дан кейін өтір нүктенің алдында map функциясын қолдану арқылы осы жаққа келесідей функцияны қолданамыз. Run батырмасын басып көрейік, қандай нәтиже береді екен бізге. Bitwise and деген функция емес деп айтады. Яғни оны біз бір қарастыруымыз қажет. Bitwise and wise'ті кіші әріппен жазады екенбіз. Қайтадан Ctrl Enter'ді басамыз. Яғни біздің скрипт қалай жүзеге асады екен, соны байқап көрейік. Енді көріп отырғандарыңыздай, біздегі бұлттылықтардың барлығы кесіп алынып тасталынды. Көріп отырғандарыңыздай. Енді бізде кесу операциясын орындауымыз қажет. Кесу операциясын орындау үшін бізде Landsat Images бар. Landsat Images, олардың коллекциясы барлығы көрініс тапқан. Енді сол бойынша біз кесу операциясын орындаймыз. Келесі осы Алматы облысының шекарасы бойынша кесу операциясын орындау үшін Landsat Images'тен кейін бар Landsat 8 Clip атты айнымалыны ашамыз. Landsat Images'ін копировать етіп, ол жаққа қоямыз. Және median деген функцияны қолданып, осы жақта клип операциясын орындаймыз. Клип дегеніміз кесу операциясы. Кесу extend ретінде Алматы Regions'ті аламыз. Енді осыны біз Landsat Images'тің орнына қойып көрейік. Алматы Region бізде табылмады деп тұр. Яғни кішкентай әріппен жазып қойыппын, сол бойынша қателік туындады.
яғни ең алғашқы шейх-файлды алып тастайтын болсақ, Алматы облысындағы осындай деректер көрініс тапты. Яғни ортаңғы бөлігінде ғарыштық түсірістер жоқ, өткен ол жақтағы бұлттылық деңгейі өте жоғары. Сол себептен бұлттылықтың фильтрациясын біз өзгертуіміз қажет. Оны емес, мысалы 30 деп алатын болсақ, бізде ғарыштық түсірістер қалай өзгереді екен? Сондай сұраққа жауап іздеп көрейік. Яғни біздің жүргізілген жұмыстарымыз бойынша бізде бұлттылықтың барлығын кесіп алынып тасталды. Яғни бүкіл Алматы облысының аумағын қамтитын ғарыштық түсіріс осы тамыз айында көрсетілді деп айта кете аламыз.